Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың курстың аты өнеркәсіптік электроника және бірінші дәріс электроникаға кіріспе және электр тоғы өткізгіштер және диэлектриктер. Дәрістің мақсаты электроника ғылымдарының негізін таныстырып, электр тоғының табиғатын, оның пайда болу шарттарын түсіндіру, сондай-ақ өткізгіштер мен диэлектриктердің қасиеттерін салыстыра отырып, олардың электроникада қандай рөл атқаратынын ашып көрсету. Бұл ілімдер келесі тақырыпты меңгеруге іргетас болады. Электроникаға кіріспе. Электроника бұл электр зарядтарының қозғалысы мен осы қозғалысты басқару заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы. Электроника тек теориялық ғылым ғана емес, сонымен қатар техникалық пән болып табылады. Өйткені олар түрлі құрылғылар мен жүйелерді жобалауда және жасауда қолданылады. Электрониканың көмегімен электр сигналдарын қабылдау, өңдеу, түрлендіру, сақтау және беру процестері жүзеге асырылады. Электрониканың негізінде электр зарядтардың қозғалышы жатыр. Бұл қозғалыс арнайы материалдар мен құрылғылар арқылы бақыланады және басқарылады. Қарапайым мысал ретінде теледидар, смартфон, компьютер немесе заманауи медициналық құралдарды айтуға болады. Бұл құрылғылардың барлығының ішінде күрделі электрондық жүйелер жұмыс істелінеді. Электрониканың негізгі қолдану бағыттары. Бірінші, ақпаратты өңдеу, процессорлар, есептеу құрылғылары, логикалық схемалар. Екінші, ақпаратты сақтау, жады құрылғылары, флешка, қатты диск. Үшінші, ақпараттарды жіберу, антенналар, радиожүйелер, Wi-Fi модульдері. Төртінші, ақпаратты түрлендіру, цифрлық сигналдарды аналогқа және керісінше түрлендіру құрылғылары. Электрониканың негізгі салалары. Аналогтық электроника үздіксіз өзгеретін сигналдармен жұмыс істейді. Мысалы, дыбыс, жарық. Бұл салада күшейткіштер, сүзгілер, генераторлар және басқа да құрылғылар қолданылады. Екінші, сандық электроника. Сандық электроника ақпарат тек екілік кодпен 0 немесе 1-мен беріледі. Бұл салада микропроцессорлар мен сандық логика негізінде жұмыс істейді. Компьютерлер, сандық сағаттар, калькуляторлар барлығы цифрлық электроникаға жатады. Үшінші, микроэлектроника. Электрондық компоненттерді өте шағын көлемде, нано немесе микрометр деңгейінде жасау және зерттеу. Бұл салада интегралды схемалар, чиптер, микроконтроллерлер дамытылады. Соңғысы, қуатты электроника. Электр энергиясын басқару және түрлендірумен айналысады. Мысалы, айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіретін түзеткіштер, инверторлар, энергия үнемдейтін құрылғылар. Электрониканың қолдану аясы. Байланыс құралдар, смартфондар, ұялы байланыс, базалық станциялар, спутник жүйелері. Ақпараттық технологиялар, компьютерлар, серверлер, мәліметтердің базасы құрылғылары. Автоматтандыру және басқару, өндірістік желілер, робототехника, ақылды үй жүйелері. Медициналық техника, ЭКГ аппараттары, УЗИ құрылғылары, импланттар. Көлікте, автокөліктегі басқару жүйелері, навигация, авиациялық электроника. Энергетика, күн панельдері мен жұмыс істейтін контроллерлер, жел генераторлары, қуатты реттегіштер. Ғарыш және әскери техника, спутниктер, дрондар, навигаторлық құрылғылар. Жалпы электр тоғы дегеніміз не? Соған түсінік. Электр тоғы бұл зарядталған бөлшектердің көбінесе электрондардың белгілері бағытта қозғалу процесі. Бұл қозғалыс өткізгіш материалдарда орын алады және сыртқы кернеу көзі арқылы жүзеге асады. Электр тоғы барлық электрондық және электр құрылғылардың жұмыс істеуінің негізі. Электр тоғы тек физикалық құбылыс қана емес, ол технологиялық жүйелерді басқарудың, ақпарат тасымалдаудың, энергия жеткізудің негізгі құралы болып табылады. Электр тоғының пайда болу үшін мына негізгі 3 шарт орындалу керек. Бірінші, еркін зарядтарды тасымалдаушылардың болуы. Электр тоғы тасымалдайтын бөлшектер электрондар немесе иондар. Өткізгіш материалдардың ішінде, мысалы, металдарда электрондар атом ядросында бос байланысқан және олар еркін қозғалады.
Бұл еркін электрондар тоқ тасымалдаушылар. Екінші, электр өрісінің немесе потенциалдар айырмасының болуы, кернеу. Заряд тасымалдаушылардың белгілі бір бағытта қозғалысқа түсу үшін электр өріс қажет. Бұл өріс кернеу көзі арқылы жасалынады. Мысалы, батарея генераторы. Электр өрісі бөлшектерге үш күш әсерін береді. Олар тек полюстен екінші полюске қарай қозғала бастайды. Үшінші, тізбек тұйықталған болу керек. Электр тоғы тек тұйық тізбек болған жағдайда ғана жүре алады. Электр тізбек ашық болса, мысалы сым үзіліп тұрса, немесе қостырғыш ажыратылған болса, онда тоқ болмайды. Тізбектегі тұйықтау үшін сымдар, резисторлар, шамалар мен және тағы басқа компоненттерді пайдаланады. Электр тоғы өзінің бағыты мен сипатына қарай екі негізгі түрге бөлінеді. Ол тұрақты тоқ. Тұрақты тоқта электрондар әрқашан бір бағытта ғана қозғалады. Олардың бағыты мен шамасы уақыт бойынша өзгермейді. Мысалы, батарея, аккумулятор, күн панелі, бұлар тұрақты тоқ көзі болып табылады. Қолданылуы электроникада, прототипті құрылғыларда, микроконтроллер жүйесінде, телекоммуникацияда, электромобильдерде. Екінші, айнымалы тоқ. Айнымалы тоқ электрондардың бағыты және шамасы белгілі бір жиілікпен периодты түрде өзгеріп отырады. Мысалы, үйдегі электр желісі стандартты айнымалы тоқ. Қазақстанда 50 Гц жиілігі қолданылады. Қолданылуы тұрмыстық техника, өндірістік жабдықтар, жарықтандыру жүйелері, трансформаторлар арқылы энергияны жеткізу. Тұрақты тоқ пен айнымалы тоқты салыстыратын болса, тұрақты тоқ бағыты өзгермейді, ал айнымалы тоқта уақыт бойынша өзгеріп отырады. Жиілігі тұрақты тоқта болмайды, ал айнымалы тоқта 50 Гц. Қолданылуы тұрақты тоқта электроника, батареяларда, ал айнымалы тоқ үй желісі, өнеркәсіптерде. Тасымалдау тиімділігі тұрақты тоқта төмен, ал айнымалы тоқта жоғары. Электр тоғының әсері. Электр тоғы зат арқылы өткенде, сол затқа әртүрлі физикалық, химиялық және биологиялық әсерлер етеді. Бұл әсер практикада кеңінен қолданылады және электр құбылыстарының табиғатын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Жылулық әсері. Электр тоғы өткізгіш арқылы өткен кезде өткізгіш қызады. Бұл құбылыс Джоуль-Ленц заңы бойынша түсіндіріледі. Өткізгіш арқылы тоқ өткен кезде бөлінетін жылулықтың мөлшері тоқ күшінің квадратына, кедергіге және қуатқа пропорционал болады. Мысалы, үйдегі қолданылатын үтікті, электр шайнегін мысалға келтіруге болады. Магниттік әсер, Ампер заңы. Электр тоғы өткізгіш арқылы өткенде, оның айналасында магниттік өріс пайда болады. Бұл құбылысты алғаш рет 1820 жылы дат ғалымы Ханс Кристиан Ерсет байқаған. Кейін бұл құбылысты Ампер заңы және Бот-Савар заңы арқылы сипатталды. Мысалы, электромагниттер, электр қозғалтқыштар, генераторлар, реле және трансформаторлар. Қолданылуы өндірістегі автоматтандыру жүйесі, электр өлшеуіш құралдары, магниттік көтергіштер, электрондық компастар. Үшінші, химиялық әсер, электролиз. Электр тоғы сұйық немесе балқытылған электролит арқылы өткенде заттардың химиялық өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл процесс электролиз деп айтамыз. Мысалы, батарейкалардың зарядталуы мен разрядталуы, металдарды гидравликалық қаптау, су электролизі. Қолданылуы аккумулятор мен батареялар, химиялық өндіріс, металл өңдеу, медициналық физиотерапияда кейбір әдістерде қолданылады. Биологиялық әсер. Электр тоғы тірі организмге, әсіресе адам ағзасына қауіпті әсер етуі мүмкін. Бұл әсер тоқтың күші, кернеуі, әсер ету уақыты және ағзаның толық жолына тәуекел болады. Мысалы, электр тоғының бұлшықетті тартуы, жүрек соғысының бұзылуы, термиялық күйік, өлімге алып келуі мүмкін.
Қауіпсіздік ережелері: 50 вольттан жоғары кернеулермен жұмыс істеген кезде аса сақ болу қажет. Тоқ өткізетін бөліктерге жалаңаш қолмен тиюге болмайды. Құрылғыларда жерге қосу, қозғалыс құралдарымен пайдалану. Қолданылу: медициналық құрылғыда, мысалы ЕКГ, электростимуляторлар, электрлік терапия әдістерінде, физиотерапияда, дефибрилляцияда жүрекке қысқа мерзімде тоқ жіберу, оны қалыпты жұмысқа келтіру. Өткізгіштер және диэлектриктер. Электр тізбегін құрастырғанда және құрылғыларды жобалауда материалдардың электр қасиетін білу маңызды. Барлық заттарды олардың электр тоғын өткізу қабілетіне байланысты үш топқа бөлеміз. Ол бірінші өткізгіштер, диэлектриктер және жартылай өткізгіштер. Өткізгіштер электр тоғының жақсы өткізетін материалдар. Олардың кристалдық құрамында еркін заряд тасымалдаушылар көп болады. Сол себепті электр өрісі әсерінен олар тез қозғалыс алады. Қасиеттері: электр кедергісі өте төмен, еркін электрондар көп, жылу өткізгіштері жоғары, температураның жоғалтуымен кедергісі көбейеді. Мысалы, мыс кең тараған, арзан, иілгіш, жақсы өткізгіш. Күміс ең жақсы өткізгіш, бірақ оның бағасы қымбат. Алюминий жеңіл, арзан, бірақ өткізгіштігі өте төмен. Қолдану саласы: электр сымдар мен кабельдер, платалар мен жолақтар, байланыс тізбектері, электр қозғалғыштағы орамдар. Диэлектриктер: диэлектрик электр тоғын өткізбейді немесе өте нашар өткізетін материал. Оларда еркін заряд тасымалдаушылар болмайды, сондықтан тоқ жүруі мүмкін емес. Қасиеттері: электр кедергісі өте жоғары, еркін электрондар жоқ немесе өте аз, поляризация қасиетіне ие, температура мен кернеудің артуы, пробой қаупі бар. Мысалы, пластмасса икемді, арзан. Шыны жоғары кернеу жүйелерінде қолданылады. Керамика тұрақты, термоөтім төзімді. Резеңке икемді, оқшаулағыш. Майлар, лактар сұйық немесе жабын түріндегі оқшаулар. Қолдану салалары: электр сымдарының оқшаулауы, конденсатор диэлектрігі ретінде, электр қондырғыларының корпустары, электрондық тақташалардағы аралықтар мен жабындылар. Салыстыру кестесін қарасақ, электр тоғын өткізгіштерде бар, диэлектриктерде жоқ. Еркін заряд тасымалдаушылар өткізгіштерде көп, диэлектриктер жоқ немесе өте аз. Электр кедергісі өткізгіштерде төмен, диэлектрикте өте жоғары. Қолданылуы: сым, өткізгіштерде сым, тоқ жүретін элементтер, диэлектриктер оқшаулағыштар, корпус қаптау. Температураның әсері өткізгіште кедергі артады, ал диэлектрикте оқшаулау қабілеті төмен. Поляризация өткізгіштерде жоқ, диэлектриктерде бар. Жартылай өткізгіштерге қысқа шолу. Жартылай өткізгіш бұл электр тоғын тек белгілі бір жағдайда, мысалы температура жоғарылағанда, жарық түскенде немесе электр өрісі әсер еткенде өткізетін материалдар. Олар өткізгіштер мен диэлектрлер арасында аралық орын алады және заманауи электрониканың негізі болып табылады. Негізгі сипаттары: таза күйінде нашар өткізеді, қоспалар қосқанда электр өткізгіш күрт артады, жылу, жарық, электр немесе магнит өрістерінің әсерінен өткізгіштігі қабілеті өзгеруі мүмкін. Электрондық құрылғылардың көпшілігі жартылай өткізгіштерге негізделген. Негізгі материалдар: кремний, германий, галлий арсениді. Кремний қасиетін табиғатта көп кездеседі, термотұрақты, арзан. Германий төмен температурада жақсы жұмыс жасайды, ал галлий арсениді жоғары жиілікте тиімді. Ал қолданылуы: кремний барлық микросхемалар, процессорлар. Германий арнайы құрылғылар, датчиктер.
галлий арсениді, радиожиілік құрылғыларда лазерлерді. Қорытындылай келе, электроника бұл қазіргі замандағы технологияның негізін құрайтын ғылым. Бүгінгі дәрісте электрониканың маңыздылығы мен қолданылу салаларына тоқталдық. Электр тоғының табиғаты және оның пайда болу шарттары мен әсерлері барлық электрондық құрылғылардың жұмысын түсіну үшін маңызды негіз болып табылады. Өткізгіштер мен диэлектрліктер және жартылай өткізгіштер түрлі материалдардың электр қасиеттерін сипаттайды. Олардың әрқайсының рөлі бар. Әсіресе жартылай өткізгіш заманауи цифрлық әлемнің жүрегі